Ал саламатсыздар ма, құрметті достар, сіздермен бірге Нұрлан Нұржігітұлы. Мен осы қазақ отбасын, именно қазақ отбасыларын 12 жылдан аса зерттеген отбасы психологы, коучпын. Так что мен сіздерге қазір дәл осы видеода бізде отбасылардың ажырасуына алып барып жатқан тұзақ, ажырасуға алып баратын тұзақ атты сабаққа қош келдіңіздер деп айтамын. Және де осы жерде қазір мен сіздерге ол қандай тұзақ, қалай біз ажырасуға дейін келіп қалып жатырмыз, өзіміз түсінбей қалып жатырмыз, қай жерден. Так, бірінші, енді мені до конца танығыларыңыз келсе, инстаграмнан, тиктоктан көріп аларсыздар. Бұл сабақ қысқа нұсқа қыламын деп ниет етіп жатырмын. Бірінші достар, айтатыным, отбасы дегеніміз не? Отбасы дегеніміз бір мына жақта бір еркек пен мына жақта бір әйелден құралған бір мемлекет. Отбасы дегеніміз еркек пен әйелден құралған бір мемлекет. Ал енді достар, демек бұл отбасыда тек қана әйел бар и еркек бар, басқа ешкім жоқ деген сөзді. Бұл шешімге қалай келді? Мен осы уақытқа дейін соңғы 3 жылдың ішінде 1600-ға жуық адаммен жұмыс жасадым. Нақты айтатын болсақ, оның ішінде 507 адаммен жеке консультация, разбор өткіздім. 48 адаммен апталық терапиядан, апталық коучингтан бастап, 5 айлық коучингқа дейін жұмыс жасадым да. Так, соның арқасында отбасы осы жағдайда, мен дәл қазір көрсететін жағдайда, олар ажырасуға бара жатқан отбасы болып есептелінеді. Ол дегеніміз қалай? Мына жерде, енді менің аудиториям әйелдер болғандықтан, әйелдер туралы мен көп айтып жатсам, айыпқа бұйырмаңыздар, ренжіп отырмаңыздар, жертва позициясына түсіп. Так, әйел туралы көп айтам енді мен бұл жерде. Мына жерде бір әйел бар дейік. Мына жерде бір әйел бар, и мына жерде бір еркек бар. Достар, біз қоғамдық жаратылыспыз. Қоғамдық жаратылыс дегеніміз не? Біз бір-бірімізге қызмет етіп өмір сүреміз. Сен анаған керексің, ол саған керек. Сен оған бір нәрсе істейсің, ол саған бір нәрсе істейді, дұрыс па? Так что, әйел бүйтіп, еркекке бір іс-әрекет жасайды, еркек әйелге бір іс-әрекет жасайды. Енді осы жерде, бұл, егерде сіз дұрыс қызмет жасайсыз, маған енді консультацияға келген әйел кісілер, мен әйелдік қызметімді күшті дұрыс жасап жатырмын дейді. Соңына таман оның ойы кішкене өзгеріп қалады. Қараңыз, бізде мынандай нәрсе бар. Әйел еркекке бір қызмет жасайды, еркектен бір кері байланыс келеді әйелге. Егерде әйел мынау жасап жатқан, күйеуіне деген жасап жатқан қызметін дұрыс деп есептесе, ол еркектен бір дұрыс кері байланыс келеді деген ожидание да болады. Енді әйел күйеуіне қызмет етеді, күйеуі әйеліне қызмет етпей қояды, немесе оған ұнамайтын бір нәрсе жасайды. Былай жазып қояқшы, әрекет деп. Әрекет. Мынау да әрекет. Енді бұл әрекеттер бізді қуантады, не өкіндіреді? Өкіну емес, реніш деп қойсылайға. Ренжітеді. Бұл әйелдікі де қуантады, қуану, не ренжу. Біздің жасап жатқан, сіздің жасап жатқан әрбір іс-әрекетіңіз күйеуіңізді қуантады немесе ренжітеді, күйеуіңіздің де сізге жасап жатқан іс-әрекеттері сізді қуантады немесе ренжітеді. Енді бізде күйеуінің тарапынан дұрыс емес қызмет көріп жатса, адамдар не дейді? Менің мынау күйеуім оңбаған, ақымақ деп, жеңіл түрде айтайықшы, ақымақ дейді. Бірінші осы ой келеді оның ойына ше. Менің күйеуім оңбаған, ақымақ дейді. Ол ойын ойлап жүреді, бір күні өзіне көшеді. Мен бейшарамын дейді. Мен бейшара дейді. Жертва.
Мен бәрін істеп жатырмын, менің кінәм жоқ. Кінәнің бәрі мынау оңбаған, мынау ақымақта дейді. Осылай екі жақтан оны кінәлайды, оны кінәлап болып, одан кейін өзін кінәлайды. Мен неге жүрмін бұл жерде, анау, мынау деген сияқты нәрсе. Бұл жерде мен сізді жамандап, сізге бір тіл тигізу үшін емес, болып жатқан жағдайды айтып жатырмын да. Енді негізі бұл проблеманы адамнан көруіміз негізі дұрыс емес та. Бұл жердегі біздің әйелдің еркекке жасаған әрекеті, іс-әрекеті, және де еркектің әйелге жасап жатқан іс-әрекетінде. Проблема осы жерде. Проблема адамда емес, өйткені мынау сіздің күйеуіңіз біреуге жақсы қызмет жасап жатыр. Енді күйеуіңіз басқа адамдармен дұрыс қарым-қатынас құра алса, бұл сабақты сіз жақсы түсіне аласыз да. Егер күйеуіңіз басқа адамдармен дұрыс қарым-қатынас құра алмаса, онда күйеуіңізде кішкене ауытқулар бар деген сөз. Көбінесе келетіні күйеуім басқа адамдарға жақсылық жасайды, бірақ маған жасамайды дейді. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз сен бір әрекет жасап жатсың, өзің мен бәрін дұрыс жасап жатырмын деп ойлайсың, бірақ күйеуім маған дұрыс әрекет жасап жатырған жоқ деп ойлайсың. Осы жерде. Бұл жерде бізді құртатын нәрсе не? Бізді құртатын бірінші нәрсе мен білемін. Мен білемін. Менікі дұрыс. Мен білемін, менікі дұрыс деген нәрсені орысша айтқанда по-моему. Егер де сен отбасылық психологиядан білім алмасаң, еркектің табиғатын түсінбесең, еркектің табиғатын танымасаң, өзіңнің күйеуіңнің не істеген кезде қалай реакция беретінін білмесең, онда по-моему деген нәрсе сенде 95% қате. Егер де сен білім алмай, просто так, енді по-моему деген нәрседе бір аспаннан жауған жоқ та, аспаннан пайда болған жоқ. По-моему деген нәрсе сенің папаң мен мамаңның қарым-қатынасынан көрдің. Папаң мен мамаң қарым-қатынасынан, әпкең мен ағаңның қарым-қатынасынан, көршінің қарым-қатынасынан, анадан, мынадан көріп алдың да, сенің басыңдағы қорқыныштарың да сол сырттан көріп алғаннан, сенің басыңдағы барлық сенімде, сенің басыңдағы өкініштерде сол сырттағы көріп алған адамдардан, сырттағы болған ситуациялардан сен өзіңе құйып алғансың. Бірақ бір жақсы жері, сен оның қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін түсінбейсің негізінде. Бұл негізі психология деген бір адам мен адамның қарым-қатынасында өте үлкен білім керек. Адам мен адамның қарым-қатынасында өте үлкен білім керек. Ал сен ол адам мен адамның қарым-қатынасынан білімің жоқ, еркектің психологиясынан білімің жоқ, өзіңнің күйеуіңнің қандай іс-әрекеттерге қандай реакция беретін, оны неге қызығатынын, оған қалай әсер ете алатының да зерттемегеннен, түсінбегендіктен, сен по-моемуға саласында, мынау бір-біріңе деген қарым-қатынаста сенің әрекетің мынау қате болады. Осы әрекеттің қате болса, сен мына жақтан, еркек жақтан қате нәтиже аласың. Қате нәтиже аласың. Негізі жаңа айтып жатырмын ғой, негізі сен күйеуіңмен дұрыс қарым-қатынас құрғың келсе, бірінші оның табиғатын біліп алу керек еді. Оның табиғатын біліп алуың керек еді. Одан кейін ол табиғаттың ішінде жаңағы еркектің жаратылысы, психологиясы, ау-мау бәрі бар. И сен өзіңнің табиғатыңды біліп алуың керек. Өзіңнің табиғатыңды, өзіңнің әйелдік психологияны, еркектің психологиясын и дұрыс қарым-қатынас жасау. Қатынас жасау. Осы қарым-қатынас жасау заңдылығын біліп алуың керек еді. Сол кезде сенің жасаған әрекетің дұрыс болады. Егер де сен әрекет өзгерсе, автоматом, достар, нәтиже өзгереді.
Енді бізде қазір көп отбасыларда қандай жағдай болып жатыр, достар, білесіздер ма? Мынау бір қате әрекетті жасап жүр, күйеуіне қарап, күйеуінің еркектің психологиясын білмейді, өзге адаммен қарым-қатынас құруды білмейді. Менікі ғана дұрыс, мен білем, мен андаймын, мен бәрін дұрыс жасап жатырмын, мен жаңағы жертвамын деген сияқты бір, менің күйеуім оңбаған деген сияқты бір сондай дұрыс емес ойларды ұстанып алады да. Осы қате әрекетті қайталап жасай береді. Енді, пожалуйста, егер де сен қате, мынау өмірде вообще ең жаман нәрсе қате әрекет, сенің қалай айтсам болады, ең күшті нәтиже беретін нәрсе бір әрекетті қайта жасау. Бір әрекетті қайта жасау арқылы сен сол жерде күшті нәтиже аласың. Мысалға, Брюс Ли айтты ғой, мен 10.000 ударды білетін адамнан қорықпаймын, мен бір ударды 10.000 рет қайталаған адамнан қорқам деді да. Сол қайталаған адамнан. Өйткені ол дәл сол жерде удары өте мықты болады дейді. Дәл сол сияқты сен отбасыңда бір қателікті қайта жасаған сайын, как будто мынандай бір көрініс болады. Бір сенің отбасыңның бір жарасы бар дейік. Сол жараны бір нәрсемен шұқып атқандай көрініс болады да. Ол жара, отбасыңдағы реніш, отбасыңдағы күйеуіңмен ұрыстар, екеуіңнің бір-біріңді сезіне алмауың, екеуің бір-біріңе бөтенсініп қарауларыңның бәріне кінәлі нәрсе бір қате іс әрекет болуы мүмкін. Ол бір болуы мүмкін, бірнеше болуы мүмкін, да? Бірақ көбінесе біреу болады. Сол біреу бір жерді тырнай бересің. Ана жараның бетін тырнай бересің, ана жара жазылмайды. Ол жара жазылмаған сайын ол жер қатты ауыра береді. Бір күні сен сол жараны тесіп шығасың. Тесіп шығасың деген нәрсе не? Ол ажырасу. Так что, достар, отбасына құртып жатқан, қайталанып жатқан, қайталанатын қателіктер. Бұл сенің қолыңмен жасап жатқан нәрсе болуы мүмкін. Бұл сенің ойыңдағы ой болуы мүмкін. Бұл сенің аузыңмен жасалып жатқан нәрсе болуы мүмкін. Егер де сен бір қателікті қайта жасай беретін болсаң, сен сол жерде бір қателікті жасай беріп, сен ол қайталана берсе, сенде жаңағы дәл сол қателіктің маңайында уже көп проблемалар үлкейе бастайды. И бір күні сол проблемалар жарылады. Мысалға, осы жақында ғана менің алдыма бір әйел кісі келді. Күйеуі бұрын бір қателік жасаған. Сол қателігін дұрыстау үшін әйел көмектескен. И сол қателікті жаңағы орнын толтыру үшін әйелі көмектескен, қатты қиналған. Енді бұл әйелде сол менің қателігіме көмектестің ғой деген бір әйел ожидание болғанда, күйеуім маған, жаным, сен болмасаң сол қателіктен шыға алмайтын едім деп айтатындай нәрсе күткен. Бірақ оны күйеуі айтпаған. Бұл күйеуі айтпағандықтан, мына жердегі мына нәрсе ғой. Мына нәрсе. Бұл ожидание қойды, бір әрекет жасады, и ожидание қойды, бірақ күйеуінен келмей жатыр ол нәрсе. Ананың ожиданиясы келмей жатыр. И ол ожидание орындалмағандықтан ол екеуі бір-бірімен ұрыса берген ғой. Әйелі күйеуінің бетіне баса берген ғой проблемасы. Қателіктерін баса берген. И екеуі ұрыса берген. До такой степени екеуі бір-біріне ұрысқаны соншалықты бір-біріне қас дұшпан болып кеткен ғой. Қас дұшпан. Мен де қайтпаймын дейді. Ол да қайтпайды дейді. И бір күн сөйтіп тұрған кезде мені итеріп жіберді, мен құлап қолымды сындырып алдым дейді. До такой степени менің күйеуім оңбаған дейді. Менің қолымды сындырып тастады дейді. И біздің разборға келген кезде қателік қай жерде екенін біз түсіндік та. И дәл сол қателігін егер де ол әйел тоқтататын болса, и қателіктің үлкені мына ойда. Қорқыныш болады, қорқыныш. Сол қателікті тоқтататын болса, ананың отбасы автоматом жақсы жаққа қарай өзгереді. Бізде адамдар күйеуімен дұрыс сөйлесе алмайтын әйелдер, күйеуімен дұрыс қарым-қатынас құра алмайтын әйелдер күйеуінен iPhone алып жатыр, күйеуінен Samsung алып жатыр, күйеуінен RAV4 машина алып жатыр, ақша бермейтін күйеу ақша беріп, внимание бермейтін күйеу внимание беріп, ақша таппайтын еркектер ақша тауып кетіп жатыр да. Ол енді біз
Біз Құдай емеспіз, біз себепкерміз. Просто оның жолы, ғылым, білім, зерттелген нәрселер бар да. Содан дұрыс өткен кезде ол кісілердің өмірі 180 градусқа өзгеріп жатыр да. Егер де сен мына қайталанып жатқан қателікті тоқтатсаң, сенің өмірің дәл осы сәтте автоматом өзгереді. Автоматом өзгереді. Бірақ бізге не айтады адамдар? Қателігін айтпайды. Мысалға мен стримда отырамын ғой TikTokта. Стримда отырған кезде маған қателігін айтпайды ол адам. Ол адам менің күйеуім мынандай, менің күйеуім ақша бермейді, менің күйеуім TikTok көре береді, күніге телефонда жатады, менің күйеуім үйге кеш келеді, достарымен қыдыра береді. Нәтижені айтады да ол ше. Күйеуінен келіп жатқан кері байланысты айтады. А ол жерде өзінің жасап жатқан қателігін ол байқамайды. Өйткені ол ойында өзінің жасап жатқан қателігін қателік деп емес, мен дұрыс жасап жатырмын деп ойлайды. Дәл осы қателікті қалай тоқтатасың? Өмірің 180 градусқа өзгереді. Біл, мен разбор деп айта беретін себебім, осы разборда осы қателіктің қай жерде болып жатқан анықтаймыз да. Сен уже қателікті тапсаң, разбор деген нәрсе типа диагноз қою деген сияқты да. Егер де сен сол қателіктің болып жатқан жерін тапсаң, онда сен ол қателікті жасамайсың. Қателікті жасамау, ол автоматом сенің отбасыңа үлкен плюс алып келеді да. Сен уже жараның бетін шұқымайсың. Жоқ, мен осы қателігімді таптым, осы қателігіммен түбегейлі ары қарай до конца жұмыс жасаймын десең, пожалуйста. Ол жерде де бізбен жеке жұмыс жасауға мүмкіншілік бар да. Ал енді разбор бізде 10.000 теңге. Бір ретте бір кісі айтады, неге сенің разборың сонша арзан дейді. Разбор ол көп адамға керек нәрсе. Сол үшін қолжетімді 10.000 теңге қылып қойдық. Сен проблемаңды тауып аласың. Ары қарай, бисмилля, өзіңнің дұрыс амалыңды жасап кете бер. Или ары қарай бізбен жұмыс жасайын десең, пожалуйста, бізбен жұмыс жасауға мүмкіншілік бар. Так что, достар, біздің шариғатымызда да мынандай сөз бар. Адамды жасаған қателігімен айыптамаңдар деген сөз бар. Оны жайдан жай айтылған сөз емес ол. Өйткені саған дұрыс емес қарым-қатынас жасап жүрген адам біреуге жақсы қарым-қатынас жасап жүр. Егер де сенің күйеуің біреуге жақсы қарым-қатынас жасай алса, саған одан 100 есе, 1000 есе жақсы қарым-қатынас жасай алады. Өйткені еркек әйелге қызмет жасап, әйелге өзінің күшті екенін көрсетіп, әйелдің жағдайын жасап, еркек кайфовать етеді, достар. Құрметті ханымдар. Так что, осы нәрсені жақсылап түсініп алыңыздар. Осы қайталанып жатқан қателік, мынау қайталанып жатқан қателік, достар, осы біздің отбасымызда құртып жатқан нәрсе. Адам емес жаман, әрекет жаман. Мархабат. Дәл осы видеоның астына номер қалдырамыз. Дәл осы жерге қазір мен алдыма да номер жазып қоя салам. WhatsApp-қа шығыңыздар. Бір сағаттың ішінде, бір-ақ сағаттың ішінде сіздің, иншалла, отбасыңызда болып жатқан проблеманың түпкі жаңағы тамырын анықтаймыз. Алла өзі көмектеседі. Так что, сіз әлі сынып қалмаған, өшіп қалмаған адам болсаңыз, сізге әлі алға қарай ұмтылып, үлкен, мықты, керемет отбасы құруыңызға мүмкіншілігіңіз бар. Біз бұл өмірге бір-бірімізбен, еркек пен әйелді Алла тағала бір-бірімен қырылсын деп қосқан жоқ. Бір-бірін айыптасын, бір-бірін кінәласын деп қосқан жоқ. Бірін-бірі толықтырып, бірін-бірінің жүрегіне тыныштық сыйлап, екеуі бірге бақытты болсын деп еркек пен әйелді қосты. Так что, Құдай бізді солай еркекті әйел үшін, әйелді еркек үшін жаратты екен, онда бізге Алла тағала сол бақытты болуға үлкен мүмкіншіліктер беріп қойған. Разборға келіңіз, разборда күтеміз. Иншалла, Алла тағала әрбір өмірлеріңізге және әрбіріңіздің отбасыларыңызға, жасап жатқан кәсіптеріңізге Алла берекесін берсін. Достар, мен де дәл осындай быт-шыт болған отбасыда 8 жыл өмір сүрген адаммын. Соның арқасында осы білімге келіп, соның арқасында қазақтардың отбасыларын зерттеп, өзімнің отбасымды дұрыстауға 2 жыл уақыт жұмсаған адаммын. Сонымен менің отбасымды бұзып қайтадан дұрыстауға 8 жыл өмірім кетті да. Сіздің 10 жыл өмірім кетті. Сіздің ондай 10 жыл өміріңіз кетпейді. 10 жыл өміріңіз кетпейді. Өйткені мына жақта опыты дайын, опыты жеткілікті маман отыр да. Маман отыр. Келесіз,
өзіңіздің проблемаңыздың шешімін алып кетесіз. Аллаға шүкір, енді отбасымызға дұрыс қарым-қатынас құрап, сол қарым-қатынаспен келе жатқанымызға 3 жыл уақыт болды. И осы 3 жылдың ішінде 1600-ға жуық адаммен жұмыс жасап, 85% достар, біз керемет нәтиже алып жатырмыз. Сіз бақытты отбасы құруға дайын болсаңыз, біз сізге көмектесуге дайынбыз. Аман болыңыздар.